Шұғыл көмекке келген жандарды спортшы екен деп қалмаңыз, олар дәрігерлер. Киімдері болмаған соң спорттық киім киіп алған. Алматы облысындағы ең үлкен ауданның ақ халаттылары шұғыл көмекке мұқтаж. Жедел жәрдем қызметкерлерінің айтуынша дәрі-дәрмекті өз ақшаларына сатып алады екен. Бірақ басшылық бұған күмән келтіруде. Спортшы фельдшерлер туралы әріптесім айтады. Қаскелен қалалық жедел жәрдем дәрігерлері соңғы рет жаңа киіммен науқастарға қашан барғандарын білмейді. Жыртық, жамау, жылуы жоқ киіммен жүруден ұялған ақ халаттылар өз ақшаларына спорттық киім сатып алады екен. Қыстық форма жоқ бізде. Осыдан 19 жылы ғана бір ғана куртка берілген. Соны пока киіп жүрміз. Ол да еще жылуы жоқ. Мына 3 қыс бойы соны киіп келе жатырмыз. Форма алсақ та сол ұрсып, жан айқайымызды жеткізіп, всегда солай форма требовать етеміз начальстводан. Енді бәрін прекрасно біледі ғой. Қысқа дайын емес. Ал дәрігерлерді толғандыратын дәрі-дәрмек мәселесі тиісті препараттармен қамтамасыз ету күзден бері тоқтатылыпты. Қажетті дәрілерді өздері сатып алатын көрінеді. Қазіргі біздің жан айқайымыз ең маңызды істердің өзі бірі. Жедел жәрдемде қоймасында дәрі-дәрмек жетіспейді. Сол себептен ауруларға, пациенттерге барғанда жол жөнекей, яғни өз қалтамыздан сатып аламыз. Әлбетте бірінші енді сол кісілердің жағдайы, аурулардың соларға бірінші көмек көрсету керекпіз. Қаскеленге алғашқы қар жауғанда көптеген шақыртулардан бас тартуға тура келген. Өйткені 18 бригада қысқы дөңгелектің жоқтығынан көмекке бара алмаған. Мәшіне жағынан уақытында ремонт жасалынбайды мәшінелерге. Кейде тұрып қаламыз. Ол тұрып қалған уақыттарда бізде айлығы жүрмейді. Осы айда мен мысалы 74 мың алдым. Ремонттар, қыстық дөңгелектер уақытында келмей, мәшінелер тұрып қалды. Көлік болмай шақыртуға бара алмағандар үшін дәрігерлердің онсыз да мардымсыз жалақыларын кесіп тастапты. Дәрігерлердің айлығы 200 мыңға жетпейді. Ал жүргізушілер 90 мың теңгенің өзін жырымдап әзер алады екен. Ал облыстық жедел жәрдем станциясының басшылығы қысқы дөңгелектердің уақытылы жеткізілмегенін растады. Ол тендер өткізуге қатысты екен. Ал дәрі-дәрмек мәселесімен келіспейді. Әріптестері асыра сілтеп жіберген деп отыр. 15 күннің ішінде бұл дәрі-дәрмек жөнінде сұрақтар туындығы болды бізде. СК фармацияның біздің әр мерзім бойынша жеткізеді ғой дәрі-дәрмекті. Осы айда кешіктірген себебінен кейбір подстанцияларда дәрінің жеткіліксіздігі болды. Бірақ біз басқа да аудандық ауруханалардан жетпеген дәрі-дәрмектерді алып, сол арқылы қамтамасыз еттік. Жедел жәрдем басшысын облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы да қоштап отыр. Дәрі-дәрмек жеткілікті мөлшерде дегеннен танар емес. Айта кетейік, қаскелеңдік дәрігерлердің өздеріне тиесілі ғимараты да жоқ. Ерлер мен әйелдер бір бөлмеде тынығып, сол жерде әжетханаға отырады. Жуынатын жер қоймаға айналып кеткен. Осыдан кейін кімге көмек керек екенін бағамдай беріңіздер. Ұлан Тәліпбай, Айдын Қалуов, Алматы облысынан.